Барлығыңызға сәлем достар. Бұл видеода 2023 жылға топ 10 ең бай адамдар туралы мәліметтерді ұсынамыз. Егер сізді бұл тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін қараңыз. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Қазіргі таңда, яғни 2023 жылы әлемнің ең бай 10 миллиардерінің 10-шы орнын иеленген Франсуаза Бетанкур Мейерс атты әйел адам. Қазіргі таңдағы жасы 69-да. Барлығымызға белгілі L'Oréal косметикалық компаниясының негізін қалаған Эжен Шулер атты адамның немересі. Әлемдегі ең бай әйел саналады. 2017 жылы оның анасы Лилиан Бетанкур қайтыс болады. Содан соң оның бар байлығы Франсуазаға мұра етіп қалдырылды. Бүгінде Франсуаза мен оның отбасы L'Oréal акцияларының шамамен 33%-ын иеленеді. 2017 жылы Франсуазаға 39 миллиард доллардан астам қаражат мұрагерлікке қалдырылған болатын. Ал 2022 жылы бұл қаражаттың көлемі 79 миллиард доллардан асты. Осы уақыттан бері әлемнің ең бай әйел адамы атағына ие болып келеді. Осы жылы оның жеке капиталы 89 миллиард доллардан асты. Қазіргі таңда Франциядағы Париж қаласында өмір сүреді. Келесі әлемнің ең бай 9-шы адамы Стив Балмер атты миллиардер. Қазіргі таңда жасы 66-да. Стив Гарвард университетінде Билл Гейтспен бірге оқыған. Балмер Microsoft корпорациясында 2000 жылдан бастап 2014 жылға дейін бас директор қызметін атқарған. Ол бұл корпорацияға 1980 жылы келген болатын. Ал 2014 жылы бұл жұмыстан шығып кеткен соң, ол Лос-Анджелес Клиперс командасын 2 миллиард долларға сатып алады. Бұл сол кездегі рекордтық көрсеткіш болып саналды. Балмер қазіргі таңда Вашингтон қаласында өмір сүруде. Осы жылғы жеке капиталы 90 миллиард доллардан асты. Осылайша ол әлемнің ең бай 9-шы адамы атағына ие болып отыр. Келесі 8-ші орында иеленген миллиардер Карлос Слим Хеллу. Бұған дейін Карлос Билл Гейтс пен Уоррен Баффетті басып озған болатын. Себебі ол 2010 жылдан бастап 2013 жылға дейін әлемнің ең бай адамы болды. Ал қазіргі таңда 8-ші орында иеленуде. Қазіргі таңда Карлос 15 елде жұмыс істейтін Латын Америкасындағы ең ірі телекоммуникациялық компания Америка Мобильді басқарады. Сонымен қатар, Карлос Слим туралы бір қызықты мәлімет, ол бизнеске кіріспес бұрын Мехико қаласындағы Унам университетінде алгебра пәнінен сабақ берген. Ал қазіргі таңда жасы 83-те. Жеке капиталы 93 миллиард доллардан асады. Әлемнің ең бай 7-ші адамы Майкл Блумберг атты миллиардер. Қазіргі таңда жасы 81-де. Жеке капиталы 94 миллион доллардан асады. Нью-Йорк қаласында өмір сүреді. 1981 жылы Bloomberg LP атты өзінің компаниясын құрған болатын. 2002 жылдан бастап 2013 жылға дейін Нью-Йорк қаласын басқарды. Бүгінгі таңда кірісі 12 миллиард доллардан асатын бизнестің 88%-ын иеленеді. Келесі әлемнің ең бай 6-шы адамы, ең табысты инвесторлардың бірі Уоррен Баффет. Ол қазіргі таңда ондаған компанияны басқарады. Соның ішінде Duracell компаниясы, Geico компаниясы, Dairy Queen мейрамханалар желісі және тағы да басқалар. Халық Уоррен Баффетті ең жомарт миллиардер ретінде таниды. Себебі ол өзінің акцияларының 51 миллиард доллардан астамын Гейтс қорына және балалар қорына берген болатын. Қазіргі таңда жасы 92-де. Жеке капиталы 106 миллиард доллардан асады.
Келесі 2023 жылғы әлемнің ең бай 5-ші адамы Билл Гейтс. Билл Гейтс жас кезінен бастап компьютерлік бағдарламалауға қызығушылық танытқан болатын. Ол 25 жыл бойы Microsoft компаниясының бас директоры қызметін атқарды. Әлемдегі ең ірі инвесторлардың бірі, сонымен қатар ақш-тағы ауыл шаруашылық жерлерінің ең ірі иелерінің бірі. Билл Гейтс алғаш рет 1987 жылы миллиардерлер тізіміне енгізілді. 1995 жылдан бастап 2017 жылға дейін әлемдегі ең бай адам болды. Гейтстің байлығы 2023 жылдың 1 наурызынан 1 сәуіріне дейін шамамен 5 миллиард долларға өсті. Бұл оған өзінің досы Уоррен Баффеттен бір орынға озып кетуге мүмкіндік берді. Қазіргі таңда жасы 67-де, Вашингтон қаласында өмір сүреді. Жеке капиталы 110 миллиард доллардан асады. Осылайша ол әлемнің ең бай 5-ші адамы атағына ие болып отыр. Міне достар, бүгінге айтар мәліметтеріміз осымен өз мәресіне жетті. Келесі топ 5-тікті алдағы шығатын видеода ұсынатын боламыз. Егер сізге қызықты болса, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетуіңізді сұраймыз. Сонымен қатар, сізді қандай да бір қызықты сұрақ мазаласа, комментарий бөліміне жазуыңызды өтінеміз. Біз сіздің ұсынысыңызды міндетті түрде ескеретін боламыз. Ал бүгінге айтар мәліметтеріміз осымен аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Осылайша қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.